Қайырлы күн, құрметті оқырмандар. Бүгін мен сіздерге библиографиялық әліппе жобасының аясында анықтамалық ақпараттық қызмет дегеніміз не, анықтамалық ақпараттық қызмет көрсету дегеніміз не, мінекей осы сұрақтардың төңірегінде жауап беретін боламын. Ендеше ең алдымен анықтамалық ақпараттық қызмет көрсету дегеніміз не, осыған тоқталайық. Анықтамалық ақпараттық қызмет көрсету бұл ең алдымен кітапханаға келген оқырманның сұранысын жылдам әрі сапалы түрде қанағаттандыру. Анықтамалық библиографиялық қызметті жүзеге асыруда бізге ең алдымен көмекке келетін нәрсе ол анықтамалық библиографиялық аппарат. Анықтамалық библиографиялық аппаратқа кітапхананың каталогтары, алфавиттік каталог, жүйелі каталог, одан кейін картотекалар, мақалалардың жүйелі картотекасы, өлкетану картотекасы, сонымен қатар анықтамалық басылымдар қоры жатады. Осы жерде анықтамалық басылымдар қорына тоқталып өтсек, ол бізде түрлі саладағы энциклопедиялар, сонымен қатар түрлі сала бойынша сөздіктер және анықтамалықтар. Мінекей осының бәрі анықтамалық библиографиялық қызмет көрсетудің түрлері болып саналады. Анықтамалық библиографиялық қызмет көрсетуде ең көп қолданылатын қызмет түрі бұл мақалалардың жүйелі картотекасы бойынша және де өлкетану картотекасы бойынша оқырмандардың сұраныстарын қанағаттандыру. Бізде бұл қызмет онлайн сұрақ-жауап режимінде жүзеге асырылады. Сұрақ-жауап режимі деген бұл яғни бізге оқырман өзінің сұранысы бойынша келеді, белгілі бір тақырып бойынша. Біз сол оқырманның сұранысын аталған картотекалар арқылы, сонымен қатар веб-райдис бағдарламасы арқылы, тағы да бөлек түрлі электронды каталогтардың көмегімен қанағаттандырамыз. Міне осының барлығы кітапхананың анықтамалық ақпараттық қызмет көрсетуі болып саналады.